Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі саясаттанушы Дос Көшім ағамыз билікте болып жатқан өзгерістер туралы былай деген болатын. Деназарбайзация жүріп жатуы мүмкін, бірақ жүйе Назарбаевтікі дейтіндей емес. Себебі жүйе сол баяғы кеңес үкіметінен келе жатқан тоталитарлық әміршіл жүйе, сондықтан деназарбайзация процесі жүргенімен ештеңе өзгермейді. Мүмкін кландар арасында өзгеріс болуы ықтимал, әйтпесе 1991 жылы коммунистік партия келген уақытта демократиялық қоғам құрамыз деп айтты. Ол мүмкін емес нәрсе, өйткені коммунистік партия басшыларының келбеті демократ болу. Бұл еш уақытта жүзеге аспайтын дүние. Расында Тоқаев Назарбаевтан құтыла алмайды. Сондықтан мен бұны халықтың көңілін аудару деп ойлаймын. Назарбаевтың атынан құтылуды жүйедегі өзгерістеуге келмейді. Олар Назарбаевты ақылды, кемеңгерлігіне, даналығы үшін мақтаған жоқ. Олар билікте тұрған орынды, креслоны мақтады. Креслоға кім келсе соны мақтады. Ал оны мақтамаса, не өспейді, не ақшаға жақындамайды. Бұл қоғамның ауруы, бұл биліктегі адамдардың ауруы, бұл жалпы авторитарлы жүйедегі өркениетті, мәдениетті елдерге сай емес. Биліктегі адамдардың мақтауы зиялы қауым өкілдерінің өмір сүру принципі. Ертең олар Тоқаевты мақтайды. Біздің зиялы қауым 200-ді. Бәрібірде емес, көпшілігі. Естеріңізде ме? 19 жылы президенттік сайлау кезінде біз ұлт тағдыры болып Тоқаевқа жалғыз қарсы шыққан қоғамдық күш болдық. Әміржан Қосановты сайлауға түсірдік. Сол уақыттарда Ұлықбек Есдәулет, Жүрсін Ерман, тағы басқалар әлі Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасы шықпай тұрып, соны қолдаймыз деп жиналыс жасады. Әлі шыққан жоқ. Мүмкін Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында айтыскерлер туралы бір ауыз сөз жоқ шығар, бірақ мақтады, дейді белгілі саясаттанушы Дос Көшім ағамыз. Ал сіз елдегі өзгерістерден қандай үміт күтесіз? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді, айтар ойыңызды қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.